Бұл адамның 9 әйелі және 10 қызы бар. Әйелдері қызыл көйлек, ал қыздары көк көйлек киеді. Әр кеш сайын ол әйелдерінің бірін таңдайды. Қалған әйелдері ұйықтар алдында оған дұға етуі керек. Олардың бәрі Ну орманда өмір сүреді. Әйелдері кір жуып, басқа да үй шаруаларымен айналысады. Ал Шарп қайта-қайта олардың санасын улап, өзіне шексіз табынуға мәжбүр етеді. Саша қыздардың ішінде ең сұлуы, бірақ ол ешқашанда өз анасын көрмеген. Анасы туралы сұрағанда Шарп әрдайым сұрақтан жалтарып, бұған жауап бермейді. Бірде кешке қараңғы бөлмеге ол тамақ апарып береді. Іште денесі быт-шыт болған бір жас әйел отыр екен. Оның аты Элли. Ол Шарптың әйелі екен. Элли Шарпқа қарсы шыққан үшін 30 жерге қамалған. Ол Сашаға бұл адамға сенбеуге шақырып, сенің анаңды Шарп өлтірген деп айтады. Бірақ Саша бұған сенбейді. Алайда бір түнде олардың үйіне полиция қызметкері келеді. Ол Шарпқа бұл жердің ұлттық саябаққа айналған және саған шұғыл түрде көшуің керек, немесе сен қамауға алынасың деп айтады. Саша мұны толық түсінбеді, бірақ әкесінің қатты сескеніп қалғанын байқады. Түн ортасында Сашаны Шарп өзінің шатырына шақырады. Саша әкесіне қарсы келмей шатырға кіреді. Шарптың көздері құмарлыққа толы еді. Ол Сашаға ұзақ тамсанып тамашалап қарап тұрады. Таңертең қыздар шатырдан шығады, бірақ олардың шешелері жоқ. Сөйтіп олар өзен бойымен жүріп келе жатады. Сөйтсе тізерлеп отырған әкесін көреді. Әкесі оларға қарап, сендердің шешелерің қартайды, мен оларды көкке жібердім, енді сендер менің әйелдерім боласыңдар және маған қызмет етесіңдер деп айтады. Қыздар мұны естіп қатты есеңгіреп қалады. Шарп Сашаға қарап өзінің жанына кел деп шақырады. Сен енді менің әйелім боласың және ең сүйікті, ең бірінші әйелім боласың дейді. Мен саған осындай мәртебе беріп жатырмын, сол үшін сен маған рахмет айт деп